бүгін менің көңіл күйім тамаша. Сендердің ше? Өте жақсы. Тамаша көңіл күйімізбен олай болатын болса, оқу қызметімізді бастайық, я? Орнымыздан тұрып, барлығымыз шаттық шеңберімізді орындап алайық. Қанеки? Қуанамын мен де, қуанасың сен де, қуанайық достарым, аялап атқан күнде. Өте жақсы. Орнымызға отырайық. Балалар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем, дұрыс айтасыңдар. Көктем мезгілі туралы кім қандай тақпақ біледі? Мен. Аха, Алижан. Көктем келді тамаша, далаға бір қараса, бұлбұл құстай сайлайды. Күн туған төгеді, мен туған жеріме тең келмейді естеңке. Келесі көркем. Көктем келді тамаша, далаға бір қараса, бұлбұл құстай сайлайды. Күн шуағын төгеді. Балалар, тақтаға назар аударып қараңдаршы. Ненің суреті шықты? Кеме. Дұрыс айтасыңдар, кеме. Балалар, олай болатын болса, бүгінгі біздің оқу әрекетіміз, тақырыбымыз кеме. Яғни бүгін біз сендермен кеме туралы білетін, үйренетін боламыз, я? Кеме қандай көлік, балалар? Су көлігі. Дұрыс айтасыңдар, су көлігі. Олай болатын болса, қанеки барлығымыз тез-тез менің қасыма келіп, топқа бөлініп алайық. Фонарик әдісі арқылы орнымызды анықтап алайық, я? Өте жақсы балалар, топқа бөлініп алдық, я? Олай болатын болса, қазір сендердің алдыларында, кітаптарында тапсырма берілген. Тапсырмада қандай тапсырма берілген екен? Қарайықшы, көліктерді жолымен қос, суреттерді әрбір көлік түрі жайлы әңгімеле дейді. Қарайықшы балалар, тапсырмаға назар аударып қараймыз барлығымыз. Бұл жерде көліктердің түрлерін көріп тұрмыз. Қандай көліктердің түрлерін көріп тұрмыз? Темір жол, су көлігі, жол көлігі. Өте жақсы. Осы көліктерді өздерінің жолдарымен сәйкестендіру керек, е? Қанеки балалар, тапсырманы тез-тез орындап жібереміз. Қарандашымызды алып, қанеки тез-тез тапсырманы орындаймыз. Жақсы балалар, тапсырманы орындап болдық па? Өте жақсы, Алижан. Олай болатын болса, сен қандай көлік түрін сәйкестендірдің? Жол көлігі. Жол көлігі қандай көлік? Автобус, е? Автобус. Келесі. Санжар, сен қандай көліктің түрін сәйкестендірдің? Темір жол. Қандай көлік? Пойыз. Өте жақсы. Айгөркем, қандай көлік түрін сәйкестендірдің? Су көлігі. Қандай? Кеме. Кеме. Өте жақсы. Қандай көлік түрін сәйкестендірдің, Әлбек? Су көлігі. Су көлігі қандай көлік? Кеме, е? Кеме екен, өте жақсы. Қандай көлік түрін сәйкестендірдің, Нұрмұрат? Автобус. Автобус, ол қандай көлік? Жол. Жол көлігі, е? Өте жақсы. Олай болатын болса, барлығымыз тапсырманы орындап болсақ, балалар, орнымыздан тұрып, сергіту сәтін орындап алайық. Келесі тапсырмамыз, балалар, топтық жұмыс, е? Қазір мен әр топқа осындай тапсырмалар беремін. Тапсырманы орындаймыз. Бірінші топқа, мінеки, балалар, бірінші ортаңғы топқа мен сендерге кеменің суретін дыбыстық талдау жасаймыз. Түсінікті ма, балалар? Кеменің суретіне дыбыстық талдау жасаймыз. Келесі топ бізде пазл арқылы сурет құрастырамыз. Түсінікті ғой, балалар? Үшінші топ кеменің суретін қарандашымызбен бояймыз.
Жақсы балалар, тапсырманы орындап болдық па? Олай болса, бірінші топтың тапсырмасын тексерейік. Қанеки, балалар, сендер ненің суретін құрап шығардыңдар? Кеме, дұрыс айтасыңдар. Кеме қандай көлік? Қандай көлік екен? Су көлігіне жатады екен, дұрыс айтасыңдар. Сендер кемемен саяхаттап көрдіңдер ме? Я, өте жақсы. Енді екінші тобымыздың жұмысын тексеріп көрейік. Қанеки балалар, сендер кеме сөзіне дыбыстық талдау жасадыңдар, я? Әлім, кеме сөзінде неше буын бар? Қанеки, буынға бөлші? Екі буын бар екен, дұрыс. Еркежан, кеме сөзінде неше дыбыс бар? 4 дыбыс бар, я? 4 дыбыс бар. Айгөркем, кеме сөзінде неше дауысты дыбыс бар? 2 дауысты дыбыс бар. Жанарыс, неше дауыссыз дыбыс бар? 2 дауыссыз дыбыс бар. Өте жақсы, 2 дауыссыз дыбыс бар, я? Өте жақсы балалар. Ал Қанеки балалар, үшінші тобымыздың жұмысы да аяқталып болыпты, я? Тексеріп көрейік. Санжар, сен кемеңді қандай түске боядың? Әртүрлі қандай түстерге? Сары, қоңыр, жасыл, тоз, Қызыл және көк, я? Өте жақсы. Алижан, кемемен қайда барамыз? Кемеге отырып қайда барамыз? Саяхатқа барамыз. Дұрыс айтасың, я? Саяхатқа барамыз. Нұрайша, сен кемеге отырып көрдің бе? Я, өте жақсы. Рания, сен жаздың күні өзіміздің Алакөлде барған кезде кемеге отырып көрдің бе? Қайыққа отырдың, я? Кемеге отырдың. Өте жақсы. Дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болатын болса балалар, көліктердің біздің өмірімізге пайдасы бар екенін бүгін біз осы кеме туралы тақырыпта білдік, я? Кемеге отырып түрлі әлемге саяхаттауға болатынын білдік. Я, балалар? Я, көлікпен күнделікті өмірде қарым-қатынас жасап баратын жерімізге жететінімізді білдік. Я? Осымен балалар, бүгінгі біздің оқу қызметіміз аяқталды. Сендердің сабаққа қатысқандарыңа көп рахмет балалар. Сабаққа өте жақсы қатыстыңдар.